олардың қанша не істесем де олардың мінез құлықтарын түсіндіре алмаймын. Өзім де түсінбей қалдым. Сол түсінбегеннен түсіндіре алмағандықтан осындай қылмысқа бардым деп есептеймін. Яғни кез келген адаммен диалогпен шешуге болатын еді, бірақ мен оларды қаралаған емес. Түсіндіре алмай ішкі жан айқайымды солай қатыгездік кетпен шығардым деп ойлаймын. Осыншама күрестім отбасым үшін, лучше анама барып қалған балаларды алғанша лучше осы жерден өзім өмірімді тоқтата қояйыншы деп. Сол кезде мойныма жіп салып көрдім, бірақ ойладым, қазір мен тірі кезімде осындай басымдылықтарын көрсетіп, өздерінің қисынсыз қылықтарымен балдарымды жөн-жосықсыз аламын деп жатқан кезде, мен өлгенде бәрі алады ғой. Анам немересінен де айырылады, баласынан айырылады. Лучше басқа вариант қарайыншы дедім. Кез келген уақытта өлуге дайынмын. Бірақ жаңағыдай мен жалғыз анамның несі емес, ол кезде үлкен балам да, кіші балам да ол әжесіне бауыр басқан, олардың айырылғысы келмейді. Мен осыншама шаршаған кезде сұрайтын едім үлкен баламнан. Нағашыларыңа барасың ба? Мен шаршадым деген кезде олар да айтатын еді, біз әжемізден кетпейміз ешқайда деп. Даже мен де тыңдамайды, сол әжелердің қастарында жүретін. Сол кезде мен баламның да несін, көзқарасын ойладым. Оларға кішкентай кезінен осындай стресс қойып. Сонымен шайтан ой салған шығар. Өзім де ойлаймын, оларды құртып кетемін деген сондай бір жаман ой келді. Түңілгеннен ол бір жетістікке жеткенін емес, білдім ар жағында түрме немесе өлім екенін. Сонымен ой келді, құртам мен. Ішімдегі барша жиналған, жылдар бойы жиналған кегім сол кезде шықты ғой. Ақша қайдан алдыңыз? Сол вообще сол кезде жаңағы 950 мыңның малы сатылды, өзімнің қосып жақсам болды, сонымен кеттім. Сол ақшаны кеткен. Бірақ нақты ол мен кеткен күннің өзінде мал сатқанда сразу кеткен жоқпын, өйткені мен Ақтау қаласына барған күні ол күні мал сатылмаған менің ойымша. Жоқ, мен сұрағым сізге мүмкін бір ақша беріп тұрған деген сұрақ қой. Жоқ, ешқандай. Мен тек бір направлениемен кеттім, қайтып ораламын деген направление болған жоқ. Мен өзім сояқтан кешірім сұрайын да сосын өле саламын дедім. Өз-өзімді өлім жазасына кестім, өйткені 4 адамның жассыз болмаса да мен адамдыққа қиянат жасағанын түсінемін. Енді мына сот залында жәбірленуші Шилмағамбетова, Өтешқалиев отыр, оларға айтарыңыз бар ма? Ешқандай айтарым жоқ. Тек әр адамға қиын шығар. Кешірім сұрайын, ол кісілердің ешқандай жазығы жоқ. Бірақ мен ол кісілер марқұмдарды қаралаған емес, просто мен барлық тергеуде де, сот процесінде де оқиғаның қалай болған және не үшін болғанын айтуға менде құқығым бар. Мен ешкімді қаралау, өзімді ақтауға бостандыққа шығарып жіберу үшін айтып отқан жоқпын. Бар шынымды айттым, оқиға қалай болды, солай айттым, ақ-қарасын айырып беру керегімді. Екі жәбірленушіге дейін сұрағым. Ешқандай сұрағым жоқ екен олар. Өздерді білетін шығар істейді. Мысалы, Өтешқалиев кім, інісі отыр, сол кісі де мысалы WhatsApp мессенджермен айтып жүріп, мамасы жазғанда да өзі де тыңдап жүрді ғой. Олардың араласын араласып деген әңгімелер болды бұл кісінің де. Бұл кісі қайтарды Өтешқалиев нәсіпті. Араласпа, күйеуге кеткен қыз солай жүре берсін, өзі білсін деген әңгімелер болды. Өзі де мойындайтын шығар, мен оны. Сондай болды ма? Осы жерде қарсы сұрақ қойып жүретін. Айтыңызшы, Өтешқалиев. Ой, онда менде шара жоқ, мен кіші көріп тұрмын мен. Жоқ, сондай әрекет, сондай жазды, кіріспейді. Қате. Жақсы түсінікті. Болды, басқа сұрақ. Ондай қате. Сондай болған ешқандай нем жоқ. Сұрағыңыз бар ма? Сұрағыңыз бар ма?